Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, осындай әртүрлі жеміс-жидектерден қыстың күні рахаттанып ішіп отыратын керемет компот дайындаймыз. Бұл жолы екі түрлі жемісті араластырып дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Мен жапқаннан кейін, бір аптадан кейін ашып ішіп көрдік. Өте керемет болған. Енді қыздар дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен біз жеміс-жидектеріміздің барлығын жуып дайындап қоямыз. Менде бұл жерде өрік, шие және де алша, яғни слива қосатын боламын. Одан кейін суымызды қайнатып, қақпақтарды міндетті түрде стерилдеп 5 минуттай қатты отта қайнатып аламыз. Енді жуылған таза банкаларымызды булаймыз. Мантоваркеге немесе чайникеде буласаңыздар болады, немесе осылай ішіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын жауып 5 минутқа қалдырсаңыздар, өзі стерилленіп дайын болады. Мінекей дайын. Енді ішіндегі суларын төгіп тастаймыз. Менің ойымша бұл ең оңай банканы стерилдеу әдісі, сондықтан осылай жасап көріңіздер. Енді компот үшін мен 2 литрлік және де 3 литрлік банканы қолдандым. Бірінші 3 литрлік банкаға мен слива мен өріктен араластырып жабатын боламын. Менде жемістер өте көп болғандықтан байқағандарыңыздай молынан салып жатырмын. Менекей 3 литрлік банкамыз және де 2 литрлік банкаларымызға осылай өріктерді салып шықтық. Одан кейін сливаны салып шығамын. Сливадан да толтырып сала береміз. Менекей 3 литрлік банкамызды слива мен өріктен жабамыз. Әзірше бөлек алып қоямыз. Келесі 2 литрлік банканы мен өрік пен шиені араластырып жабатын боламын. Енді үстінен шиеден де осылай уыстап, 3 уыспен осылай толтырып саламыз. Менде жеміс көп болғандықтан осылай толтырып салып жатырмын. Егер қаламасаңыздар, осылай бір уыс қана салсаңыздар жетеді. Негізі байқасаңыздар, бір ғана жемістен жапқаннан гөрі осылай 2 түрлі немесе 3 түрлі жемістен жапқан өте дәмді болады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді суымыз алдын ала сақырлап қайнап тұру керек. Сол қайнап тұрған суымызды жемістеріміздің үстінен құйып шығамыз. Суды мінекей көріп тұрғандарыңыздай банканың бетіне дейін толтырып құя береміз. Құйып алғаннан кейін осылай қақпақтарын жауып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, менің каналымда басқа да қыстық неше түрлі банка жабу рецептері өте көп, сондықтан каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Егер менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мінекей енді суды құйып алғаннан кейін, осы судың ішінде 20 минут уақытқа қалдырамыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін жаңағы ыдысымызға суларын қайтадан осылай төгіп тастаймыз. Компоттарды дәл осы әдіс бойынша жабуды маған анам үйреткен болатын. Қаншама жылдардан бері анам осылай жабады. Мен де осылай жауып жүрмін. Кейбір үйбикелері бұлай суын қайтадан төгіп жүрмей-ақ бірден қантын салып, осы бір қайнаған суымен жауып тастай береді. Мінекей суын қайтадан төгіп алғаннан кейін тағы да осы төгілген суды газге қойып толықтай сақырлатып қайнатып аламыз. Енді суымыз қайнауға жақын қалған кезде 2 литрлік банканың ішіне 200 грамм қант саламыз, ал 3 литрлік банканың ішіне 300 грамм қант саламыз. Бұл кішкене тәттілеу болып шығады, бірақ ертең қыстың күні ашқаннан кейін үстінен тағы да қосымша бірде-бір етіп су құйып, көбейтіп іше бересіздер. Сол себепті кішкене тәттілеу болады. Мінекей 2 литрлік банкаларымызға 200 грамм қант салып шықтық. Енді 3 литрлік банкаға осылай 300 грамм қанттан салып шығамыз. Сонымен қатар қантты бұлай әрбір банкеге жеке-жеке салып жүрмей-ақ, жалпы неше банка жабайын деп жатсыз, соның барлығына граммдарын есептеп, осы судың ішіне салып қайнатсаңыз да болады. Сонда сироп болады. Және де осы суға міндетті түрде жарты ас қасықтай лимон қышқылын, яғни лимонная кислота қосуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қосыңыздар. Енді осы суымызды жаңа айтып өткенімдей толықтай сақырлатып қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін жаңағы қантын салып дайындап қойған жемістеріміздің үстінен, яғни банкамызды осылай водолазка етіп банканың бетіне дейін толтырып құйып шығамыз. Толтырып құя бергеніміз дұрыс болады, өйткені ішіндегі жемістерде суды өзінің бойына тартып, суы кішкене азайып қалуы мүмкін. Мінекей барлығын құйып аламыз. Банканың бойын суытпай, тез-тез қақпақтарын кілтпен жауып бекітіп тастаймыз. Менен көбісі сұрап жатады, бұрандалы қақпақ бола ма деп.
Ондай қақпақпен жақсы жаба алсаңыз, яғни ауа кіріп кетпейтініне сенімді болсаңыз, негізі жабуға болады. Мінекей дайын болды. Енді кілтпен бұрап жабамыз. Менде осындай полуавтомат Кредмаш деген осындай кілт, яғни закрывашка. Мінекей қойып алғаннан кейін оңға қарай осылай 7 рет 8 рет айналдырамыз. Сол кезде өзі тіреледі, өзі сезіледі сізге тірелгені. Содан кейін артқа қарай жайлап қайтарып, тағы да оңға солға айналдырып отырып, банкамызға ауа кіріп кетпейтіндей етіп жақсылап жауып бекітіп тастаймыз. Сонда атылып кетпей жақсы тұратын болады. Мінекей түбіндегі қантын көріп тұрсыздар. Бұл қанты былай қатып қалмау керек. Міндетті түрде банканы осылай ары-бері шайқап, ішіндегі қантының ерігеніне әбден көз жеткізіп алыңыздар. Бұлай түбінде қатып қалса, банкаңызды, яғни компоттарыңыз атылып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде көз жеткізіңіздер. Дайын болғаннан кейін банкамызды төңкеріп, бетін жауып, яғни қалың одеялмен немесе көрпемен жауып, 2-3 суткаға қойып қоясыздар. Мінекей осымен компотымыз дайын. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Мен жапқаннан кейін уже бір аптадан кейін ашып, дәмін де көрдік. Керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, қазақша контентті қолдап, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрзина. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.